Екі дүниенің бақыты. Марзия Бекайдар. Біз бірге есейдік. Автордың оқиғасы. Сіз Құдай қосқан жарыңызға ризасыз ба? Көптеген әйелдер сияқты мен де бір кездері күйеуіме қатысты түрлі шағымдар болған. Мына бір оқиғаны еске түсірейін. Екі баламыз бар, тым жақсы өмір сүріп жаттық. Күйеуім жұмыс істейді. Мен жоғары оқу орнына оқимын. Балалар балабақшаға барады. Үй шаруашылығына қызметшіміз бар. Екінің бірінің бағына бұйыра бермейтін өмір. Не киемін, не ішемін демеймін. Бірақ менің көңілім толмайтын. Неге? Мен оны қазір ғана түсініп жүрмін. Себебі күйеуімнің көп ақша табуына қатты қадалыппын. Өте көп ақша. Шындығында маған сондай көп ақша қажет емес дейді. Мен тек күйеуімнің қаншалықты ауқатты екенін айтып, басқалардың алдында мақтанғым келсе керек. Яғни оның тек жақсы адам емес, сонымен қатар табысты екендігін бар әлемге паш етуді көксеппін. Әрине, менің бұл жат пиғыл араласқан арманым еш орындалмады. Себебі менің ниетім дұрыс болмаған. Мен не қаласам, соның бәрі ойымдағыдай бола ма, болмай ма? Ол тек бір Алланың қолында, және қолына не керек екенін ол жақсы біледі. Менің ниетім дұрыс болмады ма, Алла оны болдырмады. Бұл оның даналығы. Өйткені, егер менің күйеуім шынымен мен қалағандай мол табыс тапса, мен мақтанар едім, тәкаппарлыққа салынып, асқақтап кетер едім. Міне осындай орынсыз талаптар мен наразылықтар менің ішімде өмір сүрді. Олардан басқалары да бар. Басқасы дегенім, мен жұбайым тарапынан болған қатаң бақылауға шала бүлінетінмін. Бір жерге баруға рұқсат алу үшін міндетті түрде алдын ала ескерту, сұрану, сендіру қажет болды. Мәселен, маған кешке қарай құрбылармен серуендеуге, фитнес-клубтарға баруға, немесе басқа да түрлі отырыстарға қатысуға үзілді-кесілді тыйым салынған. Күйеуім өте қатал болды. Оған мен қатты ренжитінмін. Тіпті ол ренішім уақыт озған сайын ұлғая берді. Бір күні мен үшін аса маңызды кездесу болатын болды. Ең жақын құрбым келіп, барлық қыздар кешке жиналып қыдырамыз деп ақылдастық. Өткен-кеткенді еске түсіріп, біраз сырласып, билеп, көңіл көтеріп қайтайық, деді. Қуанып кеттім. Осы бір айтулы күнді асыға күтіп жүрген едім. Қыздармен бірге армансыз демаламын деген ойдың өзінен жадырап сала беретінмін. Күйеуімнен қалай сұрансам екен деп ойландым. Ол мені кездесуге жіберсе екен деген ниетпен ғана түрлі тәттілер пісіріп, үйдің барлық тірліктерін жайғастырып қойдым. Сол күні жақындады. Күйеуімнің көңілді жүрген сәтін пайдаланып, жоспарларым туралы айттым. Яғни, құрбылармен кездесуге рұқсат сұрадым. Шынымды айтсам, оның мені жіберетініне іштей сенімді едім. Өйткені бұл менің үшін ерекше әрі көптен күткен күн еді. Күйеуім мұның бәрін түсінеді деп ойладым. Бірақ күтпеген жерден қарсы болды. Жоқ, бармайсың, деді ол. Оған қоса үйде отыр. Мен және мұндай іс-шаралар туралы ұмыт, деп кесіп айтты. Ашуым алқымыма тығылды, бірақ не істей аламын? Қолымнан бар келгені жыладым. Бұл өкпе-реніштің, күйінудің шарасынан асып төгілгені еді. Күйеуімнің қарсылығына ренжігенім сондай, тек жылай бердім. Ашу мен жылау оның өтінішімді қолдамағанына сене алмадым. Өйткені бұл мен үшін өте маңызды және қажет болатын. Сол күні мен күйеуіме жабылып қалғандай болдым. Онымен сөйлеспеймін деп тістей қаттым. Бүлік те шығардым. Сағым сынғандай өзімді қатты аядым. Қандай байғұс адаммын. Отбасым үшін бәрін жасаймын. Сонда не, менің демалып келуіме, сергіп келуіме де болмай ма? Мұны әділетсіздік деп қабылдадым. Тіпті бүкіл әлемге өкпеледім. Келесі күні де таңертеңнен жауар бұлттай түнетіп, күйеуіммен сөйлеспедім. Қабақ ашпадым. Сіркем су көтермей, күні бойы қабақ ашпадым. Балаларға тиістім бе?
Кеш жақындады. Таңертең кеткен күйеуім әлі жоқ. Балалар ұйықтап жатқанда түнде бір-ақ келді. Бірден байқадым, бір нәрсеге алаңдаулы сияқты. Ақырын дауыспен: менің заттарымды жина, тез арада кетуім керек, ешкімге айтпа. Мен байланыста болмаймын. Тағы да бір қиындықтар туындап қалды. Біраз уақытқа жасырына тұруым керек. Қанша уақыт болмайтыным белгісіз. Зико, ұстамды бол, деді. Бітті. Мен үшін мына дүниеде еш нәрсенің құны болмай қалды. Оған деген ашуымның ізі де қалмай, құлазуға салындым. Маған енді еш нәрсе керек емес, тек күйеуімді бопсалап жүргендер бізді жайымызға қалдырса екен. Тұмсығым тасқа тигенде ғана мынаны ұқтым. Бұған кінәлі мен. Кешегі рұқсат алмағаным үшін сонша ызаланып, осы жағдайдың орын алуына себепші болдым. Жаратушым мені осылай орныма қойғысы келді. Күйеуім үшін бір жағы жүрегім ауырып, бір жағы қорқып кеттім. Кінәмді мойындап, жаным, осының бәрі менің кесірімнен болды. Кеше ғана саған ашуланып едім. Менің кінәм, дедім оған. Артынша жылап жібердім. Зико, қой енді, жылама. Сен білесің ғой, жылағаныңды ұнатпаймын. Бұл жағдайға сенің қатысың жоқ. Бәрі уақытша, өзіңе бекем бол. Балаларға қара, мына ақшаны ал. Менің үйде емес екенімді ешкімге айтпа. Күйеуім бетімнен сүйді де тездетіп шығып кетті. Мен артында жылап қала бердім. Жаратқанға күйеуімді қорғап, қолдап жүрші. Бұл сынақтан да қиналмай өтуіне күш-қуат бере көрші деп жалбарындым. Күйеуімнің үйге аман-есен оралуын Алладан секунд сайын сұраумен болдым. Сол түнде еске алудың өзі қорқынышты. Жалпы біздің отбасымызда осы сынды қиындықтар аз болмаған. Мен қалай күйеуіме ашуланып оған шағымдансам болды. Алла тағала дереу мені сабама түсіріп орныма қоятын сынақ жібереді. Өкінішке орай, мен мұны әуелде ұқпадым. Жаратқанның маған не айтқысы келетінін түсіну үшін біраз жыл қажет болды, және көп нәрсені бастан өткеруге тура келді. Ал Алла тағала не білдіргісі келді? Күйеуімді бар болмысымен қабылдау, оған ешқандай өкпе реніш артпау, ер азаматымның алдында кішірейіп ризашылық білдіру. Өйткені сонда ғана күйеуім жақсы жағына өзгереді. Сонда ғана отбасына береке мен тыныштық орнайды. Сонда ғана бізге қаншама қайғы-қасірет әкелген адамдар мен қатты жақсы көретін күйеуімді жайына қалдырады. Адамдарда мейірім, шапағат, сый-құрмет, адалдық, тағы басқа күтесің бе? Оның бәрін алдымен өзіңнен ізде. Өйткені адамдардан өзіңде бар нәрсені ғана аласың.